Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін Шоқан Уәлихановтың өмірі мен шығармашылығымен танысамыз. Қазақтың біртуар азаматы Шоқан Уәлихановқа арналған бейнефильмді тамашалайық. О, анау шөқиіп отырған менің Шоқан жаным ба? Ой, күнім-ау сол. Мұхаммед Қанапия Уәлиханов бұл Құсмұрында өңірінде дүниеге келіп, өзінің мынау Шыңғыстың айтамыз ғой, шөбересі деп. Сондықтан да ұлы Абылайдай атасы бар. Бұл Шоқан Уәлихановтың жастық шағы да, өмірге келуі де, оның жастық шағындағы үлкен ғылыми ортаға түсуі де өзіндік бір жаңағы өзіндік ерекшелік болып есептелінеді. Мен де ойлаймын, бұл керемет ғалым, керемет философ, керемет тарихшы, керемет философ. Бұл жарық еткен. Оны жұрттың бәрі. Ол жөнінде Патранин, Семенов Таншанский, ол жөнінде Ковалевский, ол жөнінде ұлы адам Достоевский. Бұлардың барлығы бір ауыздан Шоқан керемет талант деген сөзді ылғи ғана айтқан. Төрелердің Абылайдың ордасы Барабойда болған ғой. Одан кейін Уәлихан, соңғы хан, орта жүздің ханы қайтқаннан кейін, мынау бәрі билік, ханшылық осы Айғаным әжеміздің қолына келді. Сол себепте 1824 жылы мынау бәрі қоныс салынған. Бұны Көкшетаудан казактар кеп салып берген. Өздеріңіз көресіздер, артымызда тұрған үлкен қонақ үй деп саналады. Мына жағындағы үлкен мектеп медресесі, осы төңіректегі бірінші мектеп медресе. Әжелері негізі мәдениетті ортадан шыққан, білімді ортадан шыққан Сарғалдақ қожаның қызы Айгәнім. Қожалар әулетіне сай олар ездері парсы Шағатай тілдерімен келген. Әкесі Шыңғыс Уәлихановты Қаражаев емес. Ол да білім бі, оның ба әскери училищесінің қазақтың белгілі адам тұлғаларының балаларын алған оқу бітірген. Содан кейін келіп аға сұлтан болған, сол бітіргеніне байланысты. Ол да білімді азамат болған, Шоқан екеуі. Шоқан 6 жасқа келген кезде Едіге деген жырды жазып алған. Жұмағұл ақыннан және Жанақ ақыннан сол кездерде Қозы Көреш баянсыз жазып алған. Бұл отбасы өзі зеректе бүкіл қазақтың ғана емес, европалық мәдениетті сіңіруге талпыныс жасаған отбасыларының бірі болып есептелінеді. 19 ғасырдың соңында қазақ-орыс қатынастары дамыған кезеңде, әсіресе осы кезеңдерде ағартушылардың шығуы үлкен әсерін тигізеді. Батыс Сібір кадет корпусына оқуға бергенде Патанин былайша еске алады. Бұл кадетке келгенге дейін Шоқан сурет салу өнерін меңгерген. Осында келіп, осы Айғаным қонысына келіп, осында демалып, осында үйлерін бәрін сүгіретке салып, мынау таудың, Сырымбет тауының топографический картаға бәрін сүгіреттерге салған Шоқанның сүгіреттері бәрі бар сақталған, ол бәрі де Алкей Марғұланның кітабында бар. Мынау тарихқа бүкіл неге сіңген еңбегі, ол мынау қырғыздардың Манасты көрсеткен. Мысалы детейік, Манастың ішінде әкелсе Көкенайдың несін, соны аударған. Ол мысалы соны аударған қазіргі тілге. Сонымен қатар, сондықтан да қазақтың екі ұлысы осы қырғыздың ұлы туындысы Манас қой. Соны сақтап қалған бірінші Шоқан Уәлиханов болса. Абыз Шоқанды жан-жақты қырынан танимыз. Тарихшы, этнограф, фольклорист, әдебиет зерттеушісі, саясатшы географ, суретші, шығыстанушы, ұлт ағартушысы. Ал қандай адам болған десе, Шоқан дарынды, отаншыл, еңбекқор, ізденгіш дейміз. Не істеді? Омбыдағы кадет мектебінде оқыды, қазақ-қырғыз фольклорын жинады,
топографиялық карталар жасады, этнографиялық жұмыстар жазды. Қандай еңбектер қалдырды? Қазақ өнерін, қазақ халқының аңыздарын, мақал-мәтелдерін және 1858-59 жылдары Қашқарияға саяхат жасап, бірнеше жаңалықтармен бөлісті. Міне Шоханның еңбектерін мынадай кесте арқылы көрсетуге болады. Ыстықкөл сапарының күнделігі, Қытай империясының батыс өлкесі мен Құлжа қаласы, қырғыздар туралы жазбалар, Алты шаһарға сапар және қырғыз халқының асыл мұрасы Манас жырын жазба бетіне түсірген. Шохан ерекше тұлға болды. Шохан алғашқы жылдардан ақ өзінің оқуға қабілеті мен бейімділігімен таныды. Ол әскери пәндерді, сондай-ақ география, орыс, батыс Европа халықтарының әдебиетімен, тарихымен, философиясымен танысты. Жан-жақты өзін дамыта білді. Ал енді сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтарды оқып, ауызша жауап қайтарыңдар. Шохан туралы естеліктер өте көп. Абай айтады: құйрықты жұлдыз секілді, туды да көп тұрмады, көрген білген өкінді, мін тағар жан болмады. Десе Ғабит Мүсірепов: шоқаны бар ел, шоқтығы бие ел деп, Шоханға жоғары баға берді. Берілген мағлұматтарды толық оқып, кітаптарыңызда 154 беттен 161 бетке дейін оқып, түсініп, мазмұндайсыңдар. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.